Ректорат подписывает меморандум. Меморандумның басты көздегені болашақ ұстаздардың студенттік шақтан бастап электронды кітаптармен жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында жоғарғы оқу орнымен ұзақ мерзімді қарым-қатынас орнату, цифрлық шешімдерді пайдалана білу жаңа мұғалімнің құзыретіне айналуы тиіс. Конечно, последует. Мы сегодня подписали. Бұл платформаға мұғалімдер мен студенттердің қызығушылығы бар екенін байқадық. Біз университетке құнды кітаптарды сыйға тарттық. Ол кітаптарды оқу процесі кезінде мұғалімдер мен студенттер қолдана алады. Веб-платформа еліміздің ондаған мектебінде сынақтан өтіп ұстаздар мен оқушылар тарапынан бағасын алып үлгерген. Электронды оқулықтардағы әр сабақ тақырыбына сай қосымша мәліметтермен фото, видео, аудио материалдармен, сызба, графика және сұлбамен толықтырылған. Ол платформа күнделік жүйесімен кіріктірілген. Мұғалім электронды журнал мен күнделік платформасы арқылы тапсырма бере алады. Оқушылардың электронды оқулықпен жұмыс барысында алған бағасы бірден күнделік жүйесінде тіркеледі. Электронды оқулықтар платформасы дер кезінде бұл ұстаздар мен оқушылардың және ата-аналардың сұранысынан туындаған өнім деп айтқымыз келеді. Алматы кітап баспасы көшбасшы баспа ретінде баспалардың арасында ең алғаш осы 2017 жылы бекітілген мемлекеттік цифрлы Қазақстан бағдарламасының жүзеге асыру мақсатында 2018 жылдан бастап OPEC-KZ деген атаумен алғашқы біздің электронды оқулықтарымызды ұсынған болатынбыз. Цифрлық форматқа өткен 65 оқулықты сөмкеге салып жүрудің қажеті жоқ. Олар отандық серверде орналасқан. Құпия сөз бен кодты терсеңіз платформадағы оқулықтарды қалағаныңызша пайдалана аласыз. Салтанат Сәрсенбайқызы, Иван Нұрок, Бауыржан Смағұлов, Берік Манап, Көкше Ақпарат.